Рахмат. Багланайым, ошол Роза Аманова менен чыгармачылык байланыш, достук мамиле качан башталган, сиз дагы эстеп өтүңүз. Рахмет. Біз енді Роза Аманова деген есімді соны 2000 жылдары танып білдік, естідік. Бізге Роза Алматыдағы Құрманғазы атындағы консерваториясында аспирантураға білім, ғылым жолында өзінің ғылымын, білімін жетілдіруге оқуға түскен болатын. Біз сол заманнан бері, мен де сол кезде жаңадан консерваторияны бітіріп, аспирантураға түскен болатын. Сол аспирантура кезеңінде бірге оқыдық. Өте енді бізге қызық болды. Сырттан, басқа мемлекеттен келіп бізге оқып жатқан адам ретінде оның творчествосы, оның жаңағы еңбекқорлығы өте жоғары деңгейде айтып кету керек. Таңнан кешке дейін оқығаны, біз қатты соншалық талпынбасақ та Алматыдамыз ғой деп, ол сонау Бішкектен келдім ғой деп, таңның атысы, кештің батысы кітапханада отырып, жаңағы білмегенін іздестіріп, бізден сұрастырып, үйреніп, сондай ізденпаздығы, білімпаздығы бізді қызықтырды. Және сол заманнан бастап біздер өте жақсы дос болдық, курстас болдық енді. Сондықтан жаңағы бізде ол кезде жаңағы өте музыка тану дейді ғой енді. Музыка тану ғылымы бойынша көптеген фестиваль, концерттер ұйымдастырылатын. Тек қана ғылым жолында емес, жаңағы соны енді практикалық жолында көрсету байланыстырып, сол кезде Роза әрбір фестивальға Қырғызстаннан үлкен-үлкен ақсақалдарды, мысалға Ұрқаш Мәмбеталиев деген манашыны біз Роза алып келіп фестивальға сол арқылы таныдық. Болуш Мадазимов деген күйшіні, Нұрак Абдрахманов деген ырчыны алып келіп біздерге таныстырған болатын. Біз осы уақытқа дейін осындай манашы жыршылардың, әншілердің бар екенін білмеген едік. Осындай үлкен-үлкен тұлғаларды біздің Алматыға алып келіп, әрдайым келген сайын бір орындаушыны алып келіп, біздерге таныстырып, мастер-класс өткізіп, концерт өткізіп, консерваторияның студенттері жастар білсін деп, осындай үлкен жас ұлғайған, үлкен жастағы кісілерді, енді олар қашан жүреді дейсіз деп, солардың алдын көріп қалсын, өнерін көрсетіп қалсын деп, Алматыдағы фестиваль концерттерге қатыстырып, телевиденияларға алып келіп түсіріп, жаңағы олардың насихатына көп еңбек сіңірді. Осы жағынан Роза Аманованың еңбегін ерекше атап кету керек. Себебі ол уақытқа дейін біздің елде кішкене кеңес дәуірінен кейін байланыстар үзіліп қалды да, кейін Роза оқығаннан кейін бізде аспирантурада жаңағы байланыстар қайтадан нығайып, қайтадан өнер адамдары бір-бірін танып, Роза арқылы біз қаншама осы өнер адамдарды танып, байланысып, жаңағы одан ары қарай бізде осы жаққа, одан кейін 2004 жылдан бастап Роза 25 апрельде жыл сайын ұлттық салттық музыка күнін ұйымдастыра бастады. Ондай түркі мемлекеттерінің ешқайсында жоқ ондай ұлттық музыка күні деген. Сосын осы фестивальға, ұлттық музыка күніне бүкіл Өзбекстаннан, жаңағы көрші жатқан елдерден, басқа Тува Хакасиядан, Түркиядан барлық өнерпаздардың басын қосып, осындай фестивальдар ұйымдастыра бастады. Бұл үлкен халықаралық деңгейдегі фестивальға ұласып кетті. Осы фестивальдар арқылы түркі халықтары бір-бірінің өнерін танып, ғылыми конференциялар өткізіп, жаңағы ғылымда да шешілмеген көптеген мәселелер шешіліп, осы конференция, осы Розаның ұйымдастырған іс-шаралары арқылы осы күнге дейін әлі жалғасып келеді. Міне бүгінгі күні де осындай конференция өтеді бұйырса, ғылыми деңгейдегі оған жаңағы тіпті жақын Өзбекстаннан, Тувадан, Алтайдан, Әзірбайжаннан ғалымдар келіп, ең арғысы жаңағы Англиядан ғалымдар келіп қатысып жатыр бүгінгі конференцияға. Сіз қайсыл теманы қозғайсыз? Мен енді біз жаңа айттық қой 20 жылдары ғылымды бірге бастадық деп. Мен де әуелде дәстүрлі орындаушымын, әншімін, негізінде домбырамен ән айтуды бітіргенмін консерваторияда. Сол біздің кезде осы проблема дәстүрлі өнердегі мәселелер. Менің бүгінгі жаңағы ғылыми конференцияда оқитын баяндамам қазақ-қырғыз арасындағы фольклорлық байланыстар, музыкалық фольклорлық байланыстар туралы, қандай ортақ әндер бар, қандай ортақ жанрлар бар,
сол тууралуу болмак менин баяндамам. Эң сонун. Жакшы, бизге бөлүнгөн саналуу гана мүнөттөр калыптыр. Бул аралыкта сиздердин аткарууңуздарда угуп калышыбыз керек. Анткени сүйлөгөн сөзүңүздөрдү угуп эле отургум келет экен, бирок айла жок. Домбура мененби? Домбура менен аткарып бересиздер. Енді біз кешегі концертте Роза Аманованың Алматыға баратқан қыз деген әнін қазақ тілінде орындадық. Енді біз кеше енді фольклорлық ансамбльдің сүйемелдеуімен орындасақ, бүгін енді аяқ асты домбырамен айтайын деп тұрмыз бірінші рет. Біз кеше басқаша орындаған едік, енді соны айтып көрейік, бұл енді аяқ асты экспромт болғалы тұр. Заманада жаңылық. Алматыға баратқан қыз, ару сезім жаратқан қыз, тағылған таң нұрындай, талантына таң атқан қыз. Алматыға баратқан қыз, Алматыға баратқан қыз. Алатау аспан тіреп қарап тұрат, екі елдің өнерінен алып қуат. Тоқтағұл Құрманғазы бабалардың жолымен жүрсек біздер өнер жалғап. Алматыға баратқан қыз, сезім жаратқан қыз, тамылжыған таң нұрындай, талантының таң атқан қыз. Алматыға баратқан қыз, Алматыға баратқан қыз, Алматыға баратқан қыз. Бар болыңыздар. Шүгет айтып атымыз домбырадан. Мындан ары ырдай жүрөсүздөр деген ойдобуз домбура менен. Қазақ тілінде аударып алдық. Енді одан ары қарайғы біздің Алматыдағы концерттерде, жалпы Қазақстандағы концерттерде осы әнді қазақ тілінде насихаттамақпыз. Эң сонун болсун. Эми чыгармачылык жолдо ошол Роза Аманова менен катар эле сиздер дагы кыргыз казактын ортосундагы маданий байланышка өтө чоң салым кошуп келатасыздар. Ишиңиздерге ийгилик, эки элдин ортосундагы бир данакер талант катары дагы далай иштерди жасаңыздар дейлим. Таңерте келип бергениңиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү конференция жогорку деңгээлде өтсүн эми. Рахмет тилектериңизге. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген ишмери профессор Жанаберген Элмира Манас кызы болду. Жана ошондой эле Курмангазы атындагы Казак улуттук консерваториясынын фольклордук илимий изилдөө лабораториясынын жетекчиси Бабижан Баглан Жолдас кызы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ооздеки чыгармачылыктагы профессионалдык музыкалык искусствону алып жүрүүчү, жайылтуучу жана келечек муунга жеткирүүгө мындай анын чыпчыргасын корутпой жеткирүүдө өзгөчө эмгек өтүп аткан Роза эжекебиздин 35 жылдык мааракеси эми илимий конференция менен уланары белгилүү болду. Ийгилик каалап, конокторубузга ыраазычылык айтып, бүгүнкү программабызды улантабыз.